Қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше картоптың рецептімен бөлісетін боламын. Кешкі асқа, түскі асқа жақсы идея. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса, комментарий қалдырыңыздар. Бізге ең алдымен осындай ашылған картопымыз, қызыл болгарскийіміз, тартылған етіміз, ірімшік, пияз, бір дана жұмыртқа керек болады. Ең алдымен картопымызды тазалап, турап алудан бастаймыз. Картоптың көлемін өздеріңіз қалағандай істей бересіздер, оның заңдылығы жоқ. Картопымыздан кейін сәбізімізді турап аламыз. Көлемдерін өздеріңіз қалауларыңыз. Алдын ала барлығын жуып, тазалап, турап алатын боламыз. Осындай қызыл болгарскийден қостым. Болгарский пиязым, бір дана пиязымызды, сосын чесноктарымызды турап, дайындап алатын боламыз. Ерекше тамақ түрінен бір түрі болып есептеледі. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы оп-оңай, жеңіл, әрі жемтал. Біздің үй ішімізге ұнады. Сіздер де сынап, жасап көрулеріңізді. Осындай ерекше тамақ рецепттерімен бөлісіп, үйде жасағанды өзім қатты ұнатамын. Қызып тұрған қазанымызға азырақ майымызды құйып, майымызды үстіне алдын ала картопымызды салып, картопымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Мен картопым қуырылып жатқанда уақыттан ұту үшін салмамызды дайындап алатын боламыз. Жалпы етімізді, пиязымызды майда ұсақтап турап алатын боламыз. Барынша майдалап турай беріңіздер. Пиязымызды турап алғаннан кейін оның үстіне тартылған етімізді саламыз. Дәмдеуіш түрлеріне, кез келген дәмдеуіш түрлерін салуға болады. Мен тек қара бұрышпен тұзды ғана салдым. Басқа ешқандай дәмдеуіш салмадым. Сосын осындай тартылған етімізді салдым. Етімізді сабағаннан кейін оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Байқасаңыздар, рецепт өте қарапайым, оңай. Ал мен араластырып дайын болған салмамыз, оның үстіне азырақ ұнымызды салып, тағы бір жақсылап араластыратын боламыз. Сол арада қуырылып жатқан картопымыздың үстіне пиязымызды, сәбізімізді, чесногымызды, болгар бұрышымызды салып, тағы азырақ қуырып алатын боламыз. Менің тамағым қуырылып жатқанда, бір жағынан осылай салмамыздан шарики жасайтын болғанмын. Байқасаңыздар, шарикилерді өздеріңіз үй іші сандарына қарап жасай бересіздер. Шарик жасап болғаннан кейін қуырылып болған тамағымызды алып, листімізге салатын боламыз. Қуырып алған картопымызды листімізге толтырып салып шығамыз. Бәрін листімізге салып алған соң, оған томат суымызды дайындап, араластырып құйып жіберетін боламыз бетіне. Осындай ыдысқа құйып 350 мг су менде болды. Соның үстіне томатымызды салатын боламыз. Үйлеріңізде қандай томат түрі бар, соны сала бересіздер. Кішкентай қасықпен мен 3,5 қасық салдым. Томатымызды салып алып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстіне тұзымызды, кез келген дәмдеуіштерімізді салуға болады. Әдеттегідей мен тек қара бұрыш саламын. Бар заттарымызды қосып алғаннан кейін оны жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, шамалы картоптарымыз реттеп, бәрін жайғастырып алғаннан кейін дайындап алған томат суымызды тамағымыздың үстінен құйып жіберетін боламыз. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, енді оның үстінен осындай шарик етілген еттерімізді салып, теріп шығатын боламыз. Тамақтың өзі де ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Күнделік бір тамақты қайталап жасай бергенше, арасында осындай тамақтарды жасап көргенді дұрыс деп білемін. Мен өзім көбінесе
осындай ерекше тамақтар жасап дәмін көруге асығып тұрамын. Тамақ жасайтын кезде неге екенін білмеймін, еш қорықпаймын. Ұқсамай қала ма деп қорқыныш болмайды. Осылай бәрін еттерімізді жайғастырып алғаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай өте тартымды, көздің жауын алып тұр. Бәрін салып дайындап алғаннан кейін ауа шықпайтындай етіп фольгамызбен бетін жауып алатын боламыз. Қысып тұрған әсеп печкамызды 320 градуста 30-40 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Арасында ашып суын, картоп піскен піспегендерін көріп тұрыңыздар. Осылай істеп алғаннан кейін сырымызды үкіштен өткізіп алып қоямыз. Тамағымыздың бетін ашып көретін боламыз. Ашып көргенде менің тамақтарым бәрі дайын піскен екен. Көрсеңіздер, дәмі деген ерекше үй-жұмысымен қатты ұнады. Бетін ашып алғаннан кейін осылай бетіне сырымызды салып, печкаға қайта салатын боламыз. Сыры ерігенше. Ал біздің тамағымыз дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Гүлбахар. Менің арнама жазылып, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің әрбір комментарияларыңыз менің өсуіме, дамуыма үлкен үлесі болады.